Сәлеметсіздер ме, достар? Коучингтің негізгі элементтерін сұрақ қою арқылы адамның өзіне деген сенімін, мақсаттарын, жеке көзқарастарын дамытуға бағытталған. Мұндай формат көрермендерді белсенді түрде ойлануға шақырады және олардың өз мақсаттары мен құндылықтарын қайта қарауға көмектеседі. Бүгін сіздер өз мақсаттарыңызды анықтауға және өмірде маңызды қадамдар жасауға көмектесетін бірнеше коучинг сұрақтарына жауап беріп көреңіз. Егер сізде үлкен арман немесе мақсат бар болса, бірақ оған қалай жетуді білмесеңіз, менің осы сұрақтарым сізді жаңа бағытқа жетелеуі мүмкін. Егер видео ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасын басып каналға тіркеліңіз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауды да басып қойыңыз. Соңына дейін көріңіз. Үлкен рахмет. Сонымен ең алғашқы сұрақ, сіздің ең үлкен арманыңыз не? Біздің арманымыз бізге күш беретін, алдыға жетелейтін нәрсе. Бәлкім, сіз өз арманыңызды толық сезінбеген боларсыз. Қазір ойлап көріңізші, ол не? Егер ешқандай шектеулер болмаса, сіздің арманыңыз қандай болар еді? Видеоны осы жерден тоқтатып қойыңыз, осы сұрақтарға жауап беріңіз және коучинг күнделігіңізге жазып алыңыз. Екінші сұрақ, бұл арман сіз үшін неге маңызды? Өзімізге бұл сұрақты қою арқылы біз шынайы мақсатымызды түсінуге тырысамыз. Кейде мотивация сырттан емес, өзімізден келуі керек. Егер бұл арманға жетсеңіз, сіздің өміріңіз қалай өзгереді? Не сезінер едіңіз? Видеоны осы жерден тоқтатып қойыңыз, осы сұрақтарға жауап беріңіз және коучинг күнделігіңізге жазып алыңыз. Үшінші сұрақ, сізге өмірде ең маңызды не? Құндылықтарымызды түсіну өмірдегі басты басымдықтарымызды анықтауға көмектеседі. Осы сұрақ арқылы сіз өзіңіздің ең маңызды деген дүниелеріңізді айқындай аласыз. Мысалы, сіз үшін отбасы маңызды ма, әлде жеке жетістіктеріңіз бе? Видеоны осы жерден тоқтатып қойыңыз, осы сұрақтарға жауап беріңіз және коучинг күнделігіңізге жазып алыңыз. Төртінші маңызды сұрақ, бұл арманға жету үшін қандай алғашқы қадам жасай аласыз? Жетістікке жету жолындағы ең алғашқы қадам қандай болуы мүмкін? Ол үлкен емес, кішкентай қадам болса да, маңыздысы оны жасай білу. Видеоны осы жерден тоқтатып қойыңыз, осы сұрақтарға жауап беріңіз және коучинг күнделігіңізге жазып алыңыз. Кез келген мақсатқа жету жолында қиындықтар кездеседі. Сондықтан өзімізге 5-ші сұрақ қояйық. Сізге бұл жолда қандай кедергілер кездесуі мүмкін? Әрқайсымыздың жолымызда белгілі бір кедергілер болады. Оларды алдын ала ойластырып, шешу жолдарын іздеу табысқа жетудің маңызды бөлігі. Видеоны осы жерден тоқтатып қойыңыз, осы сұрақтарға жауап беріңіз және коучинг күнделігіңізге жазып алыңыз. 6-шы сұрақ, сізге қолдау беретін кімдер бар? Өз арманыңызға жету үшін сізге қолдау көрсететін адамдарды табыңыз. Бұл жақындарыңыз, достарыңыз немесе жұмыс орнындағы әріптестеріңіз болуы мүмкін. Видеоны осы жерден тоқтатып қойыңыз, осы сұрақтарға жауап беріңіз және коучинг күнделігіңізге жазып алыңыз. Бұл сұрақтар арқылы сіз өзіңізге жаңа жол табуыңызға болады. Күнделікті өзіңізге осындай сұрақтар қойып, өз арманыңызға қадам жасаңыз. Армандар орындалады, егер сіз оған сенсеңіз және нақты қадамдар жасасаңыз. Бүгінгі видеоны көргендеріңіз үшін рахмет, достар. Сұрақтарға жауап табу қиын болса, уайымдамаңыз. Бұл өзін-өзі тануға апаратын ұзақ жолдың бастауы. Келесі видеолармен тағы да пайдалы кеңестер мен жаттығулармен бөлісемін. Каналды қолдау мақсатында тіркелуді ұмытпаңыз, комментарияға өз пікіріңізді жазыңыз.